Сәлеметсіңдер ме, білім алушылар? Дене тәрбиесі пәнінің оқытушысы Адибек Вақжол Кәрімжанович. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жеңіл атлетика тарауы. Тақырып граната лақтыру тәсілдері. Сабағымыздың мақсаты граната лақтыру тәсілдерін, әдістерін үйрету. Сабағымызды бастамас бұрын бірінші жүгіру жаттығуларын жасау. Жүгіріп денемізді қыздырып болғандан кейін дененің жалпы дамыту жаттығуларына кірісеміз. Екі қолымыз белімізде, екі аяғымыз иықтың деңгейінде. Бастан бастаймыз. Осы жалпы дамыту жаттығуларын 4-4-тен қайталаймыз. Сабағымыздың негізгі бөлімі спорттық гранатаны лақтыру әдіс тәсілдері. Гранатаны лақтырудың бірнеше тәсілі бар. Бірінші тәсілі жүгіре келе лақтыру, екінші тәсілі орында тұрып лақтыру. Граната лақтырудың бірінші тәсілін көрсетейін. Оқу немесе спорттық гранатаны жүгіре келе лақтыру әдісі, яғни қолдың екпінімен серпіп лақтыру әдісі. Граната лақтырудың екінші әдіс тәсілі бір орында тұрып лақтыру, яғни бір орында тұрып қашықтыққа лақтыру. Сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма граната лақтырудың әдістерін қайталау. Граната лақтырған кездегі техникалық және қауіпсіздік ережелерін оқу. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.